Халықаралық музей күні қарсаңында Қордайдағы мұражайда көпшілікке есігін айқара ашты. Өңірдегі тарих пен мәдениеттен сыр шертетін мекенге келушілердің қатары қалың. Шежірелі нысантан аудандағы әріптестің бейне материалы. Жарты ғасырдан астам тарихы бар бұл мұражайда бүгінде 4000-ға жуық жәдігер бар. Қайғайсыз болмасын, өңірдің сырлы тарихы құнды мұрасынан сыр шертеді. Қордай өңіріндегі археологиялық жұмыстың тарихи деректің нышанындай болған нысан бүгінгі мереке қарсаңында да келушілерді қабылдаудан жалғар емес. Көне және орта ғасыр залындағы жәдігерлеріміз біздің осы ауқат ауылынан табылған жәдігерлеріміз бар. Қалашықтан табылған жәдігерлеріміз бар. Жақында біздің осы көктемде осы Қордай ауданында тұрып, бірақ өзге мемлекетке көшіп кеткен, Германияға көшіп кеткен біздің елеріміз келіп кетті. Осы Қордай ауданында тұрып кеткендеріміз Германиядан осы жеріміз ыстық, еліміз ыстық деп көріп, тамашалап кеткен. Аптасына 5 күн белсенді жұмыс істейтін мәдени орталыққа негізінен балалар көп келетін көрінеді. Өңірдің мәдениетімен таныстыруды міндет санайтын мұндағы мамандар Қордайдағы құнды мұраны жүйелі зерттеп, келешек ұрпаққа кеңінен таныстыру басты мақсатымыз деп отыр. Лагерларға өздеріміз шығамыз. Өзіміздің жаңағыдай жәдігерлерді апарып таныстырамыз. Бізге өз еркімен алып келетіндер де бар, бірақ жиі кездеседі. Бірақ көбінесе өзіміз іздеуге шығамыз. Ауылдарға шығамыз. Көбінесе ауқатты ауылынан шығады, қазбалы заттар. Қордай ауданынан да шығады. Мұражайға бізбен қатар балалар да бас сұқты. Алты залда алшаң басып, әр жәдігермен айрықша танысқан олар бай мұраға өз беттерінше баға беріп үлгерді. Екінші сыныпта бір рет келгем, қазіргімен қостам екінші болады. Маған музейде жануарлар ұнады. Ертегілерде көрген андай жануарларды шын өмірінде көргім келеді. Халықаралық музейлер күні, сол үшін мұражайда жұмыс істейтін жұмысшыларға мерекелерімізбен құттықтаймын. Бұл музейде атақты кісілер бар. Мен сол кісілер сияқты болғым келеді. Олар маған ұнайды. Қоса кету керек, мұражай орналасқан ғимараттың іргетасы 1960 жылы қаланған екен. Өзі де көненің көзі боп тұрған нысан былтыр 8000-ға тарта азаматты қабылдапты. Биылғы 4 айдың өзінде 2760 адам музейдің мұрасымен танысуға арнайы ат басын бұрған. Мадина Айдынқызы, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.